Екінші бөлімді бастаймыз, қыздар. Мен 7 қатар тоқыдым. Жалпы менде 18 қатар тоқылды бірінші қатардан бастап санаған кезде. Енді қазір қысқартамыз. Қысқарту үшін міне бізде бірінші былай 4 бұрыш қылып сызып аламыз. Яғни мынау аяғымыздың екі дәурек қылып сызайын. Мына екі шеті аяғымыздың жаны, мынау бас жағы, мынау өкше арт жағы. Алдына 10 ілмек қалдырамыз, артына 10 ілмек, жиегіне 18 ілмектен қалдырамыз. Қазір бізде енді мына ортасы бөлініп тұр. Мына жағында 5 ілмек, ортасы 18 ілмек, одан кейін 10 ілмек, 18 и 5 ілмек болып. Қазір бізде жалпы алғанда 56 ілмек бар. Мына спицамызда 56 ілмек бар. Енді осының мына ортасындағы ілмекті, жаңағы бас саусақ жақтағы ортадағы ілмекті сақтай отырып, мына екі жанынан қысқартамыз. Яғни мына жақта 18 ілмекті қысқартамыз. Мынаны бөлген кезде екі жағында 5-5-ден тұр. 5 и плюс мынаны 8 ілмекке қысқартамыз. 10 ілмегін қысқартқан кезде бізде мынандай схема шығады. Мына жақта 5, мына жағында 5, 8, 10. Осындай ілмектер саны қалғанша қысқартамыз. Яғни мына екі жанындағы 10-10-нан 20 ілмек қысқартамыз. Сол кезде бізде нәски сияқты бетіп келіп алатын форма шығады. Жалпы мен оны түсіндіремін сіздерге. Егер жазып алып түсінбей жатсаңыздар, оны қажет емес. Жалпы мен өзім бірінші үйренген кезде ондай схемасын түсінбегенмін. Жай ғана видео бойынша қалай жасалды, солай жасап отырғанмын. Сол кезде әдемі жасалып шыққан. Міне бірінші 5 ілмегімізді аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне бірінші іліп алған ілмегіміз және 4 ілмек пен 5 ілмек. Одан соң 18 ілмекті оң тоқимыз. Санап отырамыз да. 5 ілмек артқы өкшенің ілмегі, арт жақтың. Сосын 18 ілмек жанның ілмегі, аяғының жаңа кішкентай баланың. 2, 3. Мен 18 ілмекті оқыдық. Мына жерде қазір түсіндіремін. 18 ілмекті оқыған соң қараңыздар, біз ілмек қостық қой. Ортадан жа 2 қостық, накид жасадық, одан кейін 4 тоқып накид жасап. Сол міне формасы көрініп тұр. Түзусін болғандықтан қатты түсініксіз болып жатқан шығар. Міне былай қарасаңыздар, мына жерден былай бетіп тұрып қосылған ілмектер. Енді қараңыздар. Мына жағында былай мынандай үзіліктерді көріп тұрсыздар ғой. Бұл теріс жағы. Осы ортада 10 ілмек бар. 10 ілмекті алу үшін бірінші біз 2 ілмегін тоқимыз. Яғни мына жерде 5 оң, 18 оң ілмек, жанның ілмегі. Енді ортадағы 10 ілмектің 2-ін тоқимыз. Одан кейін 6-ын тоқимыз да, бірінші 6 ілмекті 10 ілмекке қосып аламыз. 1, 2,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Қараңыздар, бесеуді оқыдық, 18-ді оқыдық, 2 ілмек, сосын 6 ілмек. Просто бөліп айтып жатырмын, негізі барлығын бірдей тоқыдық, иә. Сандарынан шатаспасаңыздар болды. Алтау тоқығаннан кейін айналдырамыз. Біріншісін іліп аламыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6. Жаңа ортадағы 6 ілмегімізді тоқыдық, және 7-ші ілмекті қосамыз. 7. Тағы айналдырамыз спицамызды. Бірінші ілмегін іліп аламыз. 2. Жаңа біз 7 болды енді. Қазір 7 ілмек қосамыз, 8-ші ілмек тағы қосып отырамыз. 3, 4, 5, 6, 7. 7 болды. Енді 8-ші ілмекке тағы біреуін қосамыз. 8. Бізде қазір ортасы дүмпейіп шығады. 8 болды. Енді мына жағынан бірінші ілмекті іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 және 9-ші ілмекті қосамыз. 9 болды. Біріншісін іліп алдық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ілмек болды. Енді 10-ші ілмекті қосамыз. Міне, бізде ортадағы 10 ілмек шықты. Енді ілмектерді қысқартамыз. Қараңыздар. Мына жерде бізде ортада 10 ілмек бар. Мына жақта 18 және 5-еу бар. Мына жақта да дәл солай. Міне санай салайық сіздерге. 1, 2, 3, 4, 5. 5-еу бұл артқы жақтікі. Мынау жаныңқы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ол аяғымыздың андай жаны. Одан кейін 10 ілмек. Жерде ортада. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 10 ілмек. Алдыңғы саусақтардың ілмегі. Одан кейін мына жақта тағы 18. 2-ден санайын, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 және мына жақта 5 ілмек. Жалпы бізде схемамыз бойынша шықты. Енді ілмектерді қысқартуды бастаймыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. 1, 2, 3. Іліп алған ілмегімізбен 4-еу болады. 5-еу, 6, 7, 8, 9. Енді мынау 10-ші ілмекпен мына 18-дегі 18 ілмектің біреуін бірге тоқимыз. Бірақ ол үшін қарап алыңыздар. Мына жерде бізде андай ұзын-ұзын бітіп қалған бөліктер бар ғой. Осы бөлігін іш жағына қаратып жіберіңіз. Теріс жағына, яғни аяқ несінің, пинеткенің ішіне кіргізін, іш жағында қалсын да, ал мына жағы тегіс жағы сыртында қалсын. Енді біз қазір 10-ші ілмекпен 18-дің бірінші ілмегін теріс оң тоқимыз. Сол кезде
бізде мына оң жағында ешқандай қысқарғаны көрінбей қалады. Спицамызды айналдырамыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Тағы біреу кетті. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жеті, сегіз, тоғыз, мінім. 10 мен 11-ді тағы бірге тоқимыз. Бұл жолы енді оң емес. Жаңа біз оң тоқыдық қой, сол кезде мына сырт жаққа осындай бүршік болып узормен түсті. Енді қазір біз мына жерде сыртқы жағы, оң жағы да нәскиміздің, пинеткеміздің оң жағына бүйтіп оң тоқысақ, мынандай оң ілмек қалады дәу болып. Сол себепті бұл жерді теріс тоқимыз. 10-шы ілмекпен екінші спицамыздағы ілмекті теріс тоқимыз. Сол кезде мына жер узоры білінбей кетеді. Тағы спицамызды айналдырамыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Іліп алдық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Мінім. 10-шы ілмекпен ортадағы мына жақтағы ілмекті бірге оң тоқимыз. Көрдіңіздер ғой, мына ортадағы 10 ілмекті сақтап отырамыз да, мына екі жанынан ілмектерді қысқарта береміз. Спицамызды айналдырамыз. Мына қараңыздар, мына қысқартқан жерімізде мынандай бидай сияқты өріліп шығып жатыр. Ал біздің оң жағымызда ол ешқандай білінбейді, узор болып кетеді. Айналдырдық, енді іліп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз болды. Мына 10-шы және 11-шы ілмекті бірге қысқартамыз. Мынау біздің сырт жағы болғандықтан теріс тоқимыз. Мынау пинеткеміздің оң бөлігі. Оң бөлігі, яғни сырт жағы. Сырт жағында мынандай бүртейіп қысқартқан жеріміз көрінбеу үшін теріс тоқып жатырмыз. Түсіндіңіздер ғой? Айналдырамыз. Міне біздің пинеткенің бас жағы шығып келе жатыр. Осылай қысқартып отырамыз. Мына ортадағы, бастысы ортадағы ондықтан шатаспасаңыздар болды. Мына жағынан, арғы спицаның, мына спицадан, мына жағынан солай қысқартып отырамыз. Іліп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10 және 11-шы ілмекті бірге қысқартамыз. Екі ілмекті бірге тоқимыз. Тағы айналдырамыз. Бірінші ілмекті іліп алдық. Екеу, үшеу, төртеу, бес, алты, жеті,
8, 9, міне 10 және 11 ilmekті теріс тоқимыз. Міне көрдіңіздер ме, бізде аяқ жағы саусақтарымыздың үсті бар ғой, сол сияқты несі формасы шығып келе жатыр. Тағы бір-екі рет көрсетейін, бір-екі қатар. Содан соң ары қарай өздеріңіз тоқыңыздар. Түсінікті болды ғой. Негізі басында осы жерден бір 3-4-ден қысқартқанға дейін кішкене қиындау болады. Ал уже қысқартқаннан кейін міне осылай ортадағы 10 ilmегіңіз бөлініп тұрады. Басқа спицадағы ilmектерден қараңыз, мынандай арасы ашық. Мына жерде мысалға уже мына екеуін бірге қысқартатыныңыз анық көрініп тұрады. Мына екеуі бірге тоқылады. Келесі қатарда мына екеуі бірге тоқылады деген сияқты ғой. Басындағы осы формасы шыққанға дейін шатаспасаңыздар болды. Тоғызыншы ilmek міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-ді бірге тоқимыз. Айналдырамыз. Міне көрдіңіздер ме, біздің пинеткеміздің бас жағы шығып келе жатыр. Енді дәл сіздер осылай қысқартасыздар. Міне қараңыздар, мына жақта 5, одан бөлек 8 ilmek, 1, 2, 3, 4, 8 ilmek. Осында жалпы алғанда мына жағында 13 ilmek, мына жағында 13 ilmek қалғанға дейін қысқартасыздар. Яғни мына жақта артық 14-15 болып тұрса, мына ортадағы 10 ilmектен бөлекші, онда сіздер қысқарта бересіздер. Мына жақта 13, қараңыздар. Басынан санаған кезде мына жерінде 13, ортадан мынандай 10 ilmегіміз және мына жағында 13 ilmek қалғанға дейін қысқартамыз. Міне біз қысқарттық. Міне қараңыздар. Мына жағында 13 ilmek қалды, яғни 5, одан бөлек жанының 8 ilmегі. 1, 2, 3, 4, 2-ден 8, 13. Және мына ортада 10 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 2-ден есептегенде 10. Мына жақта да 5 ilmek, одан кейін 1, 2, 3, 4, 8 ilmek. Жалпы 18, 13 ilmek қалды. Міне 13, 13, ортасында 10. 36 ilmek қалды. Енді осымен біз кеп мына жерден соңғы қысқарттық, тоқтадық қой. Соңына дейін тоқимыз. Сосын ешқандай өзгеріссіз тағы 2 немесе 3 қатар тоқимыз. Осымен біздің екінші бөліміміз аяқталады. Сіздерге үшінші бөлімде резинасын тоқуды көрсететін боламын. Міне, қазір ешқандай өзгеріссіз бір қатар оң, келесі қатар оң тоқыңыздар. Одан кейін 3 қатар тоқи беріңіздер. 3 қатар оң тоқыңыздар.